Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қамыры ерекше жасалынатын пирожкидің рецебін бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен картобымызды суға пісіріп аламыз. Және суын бөлек басқа ыдысқа құйып алып, картоптың өзін осылай езетін боламыз. Ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп. Енді жаңағы алып қалған суымызды картоптың үстіне құйып, осындай сұйықтау масса жасайтын боламыз. Жақсылап еземіз. Картоптың түйірлері қалмауы керек. Енді осының үстіне бір жұмыртқа саламыз. Және картобымыз жылы массада болу керек, өйткені жұмыртқамыз пісіп қалмас үшін. Оны да жақсылап араластырамыз. Тұз, қант, дрожж салатын боламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Толықтай еруі керек. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркеліп, каналымның қолдауы ретінде комментарийлеріңізді, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Толықтай араласқаннан кейін, енді осының үстіне алдын ала електен өткізіліп дайындап алған ұнымызды 3 бөлікке бөліп отырып салдым. Өйткені әркімде ұнның тығыздығы әртүрлі, сондықтан барлығын бірден салмаңыздар. Осындай 2 бөлікке 3 бөлікке бөліп отырып, қолға жабыспақ қамыр илейтін боламыз. Өте жұмсақ, жабыспақ болады, одан қорықпаңыздар. Осы пирожкиге кеткен ингредиенттердің граммдарын видеоның астында қалдыратын боламын. Екінші бөлікке бөліп, тағы да қолмен илейтін боламын. Осылай илеп отырып қарайсыздар, ұнның қаншалықты кететін. Мен берген граммдардан артық қоспаңыздар. Құрметті көрермен, егер де осы видео ұнаған болса, өз туыстарыңызбен поделиться батырмасы арқылы бөліссеңіздер болады. Ең соңғы азғантай бөлігін салып, жақсылап толықтай еш жерінде ұн қалмайтындай етіп илейтін боламыз. Қамырымыз иленіп болды. Енді осының үстіне сұйық май қосатын боламыз. Сұйық май қосылғаннан кейін тағы да жақсылап 3-4 қайтара илеп шығатын боламыз. Қамырымыз осындай жұмсақтықта болады. Осы қамырды бетін целлофанмен жауып, 1-1,5 сағатқа жылы бөлмеде қойып қоясыздар, көтерілгенше. Енді осы пирожкидің салмасын дайындайтын боламыз. Бізге 1 бума жуа, көк жуа немесе жусай керек болады. Осылай ұсақ етіп турап, ыдысымызға салып аламыз. Енді бізге керегі суға піскен 4 жұмыртқа. Оны да ортасынан осылай 2-ге бөліп, ұсақ етіп турап аламыз. Бізге пирожкиге салатын салмамыз осы жұмыртқа мен жуа немесе жусай. Сізде қайсысы бар, соны қоссаңыздар болады. Жұмыртқамыздың барлығын турап болдық, ыдысымызға саламыз. Енді осыған үстіне дәмдеуіштер саламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш.
және 2 ас қасықтай сұйық май қостым. Жақсылап араластырамыз. Сұйық май қосып, жақсылап тағы да елеп қоямыз, араластырып. Және қамырымыз осындай 1,5 сағатта көтеріліп шықты. Өте жұмсақ. Осы қамырымызды дастарханымыздың үстін майлап, ыдысынан төгіп алатын боламыз қамырды. Өте жұмсақ қамырымыз, сондықтан қолдарыңызды майлап отырып, бірнеше бөліктерге бөліңіздер. Менде пирожкилердің көлемі үлкен болды. Сондықтан 12-15 талт шығады. Сіздерге кішілеу жасағандарыңыз дұрыс болатын болса, тағы да 20 шақты пирожки шығатын болады. Қолымызды майлап отырып, бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Осы қамырларымызды күшеліп болғаннан кейін 5-10 минуттан кейін осылай қолымызбен кішкене жұқалап, орташа ғана ішіне салмасын салып, домалақ пирожкидің көлемін келтіріп, ортаға қарай түйетін боламыз, қамырын жан-жағын жинап. Және қамырды, пирожкиді жасап болғаннан кейін астын міндетті түрде дастарханның үстін майлап қойыңыздар, жабысып қалмас үшін. Мінекей осы видеодағыдай қамыр жан-жағында қамырларды ортасына қарай жинап, осылай түйіп шығатын боламыз. Ешқандай сыртына ішіндегі салмасы шығып кетпейтіндей етіп, жақсылап бір-біріне жабыстырыңыздар. Келесі қамырымызды солай жасап аламыз. Барлық қамырларымызды солай жасап шығатын боламыз. Алдын ала дайындап аламыз. Толықтай пирожкилерімізді жасап болған соң, ыдысымызға сұйық май қойып, жақсылап қыздыратын боламыз. Және осы пирожкилерімізді орташа отта пісіретін боламыз. Майым қызды. Енді осыған астын қатты емес, орташа отқа қойып, екі жағын аударып, сарғайтып пісіріп алатын боламыз пирожкилерімізді. Толықтай барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей пирожкилеріміз толықтай пісіп шықты. Өте дәмді әрі қамыры жұп-жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлығына ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.